Жас жұбайлардың салтанатты шеруі тәуелсіз қазақ елінің 25 жылдығына арнайы орайластырылған. Бұл шара Жамбыл облысы әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасы демографиялық саясат жөніндегі комиссия және облыстық іскер әйелдер қауымдастығының ұйытқы болуымен өтіп отыр. Жиынға қатысқан зиялы қауым өкілдері де шаңырақ көтерген отау иелеріне ақ тілектерін арнады. Жастарды жинап мына жерде облыс бойынша жаңадан үйленген жастарға неке куәлігі беріліп жатыр. Міне мен соның барлығында қандай керемет тарихи дерек болып қалады олардың өмірлерінде. Жас жұбайларға тілегім бақытты болсын. Мына бүгінгі алған неке куәліктері құтты болсын. Өмірлік болсын әрқашанда. Осылай отанымыздың ең алдыңғы қатарлы отбасы болып өсіп өніп үлкен өмір өсірсін деп тілеймін. Жиынның екінші бөлімі шаһардағы Махаббат аллеясында жалғасын тапты. Жас жұбайлар Мендельсон маршымен аллеяға төселген қызыл кілем үстімен жүріп өтті. Онда оларды ата-аналары мен жақын жандары күтіп алды. Сонан соң неке қию рәсімі өтіп, әр жастағы 20 жұпқа неке куәлігі табысталды. Мерейлі мерекеде отбасын құрып отырғандардың бірі әрі тәуелсіздік құрдастары Төлеш пен Мадина. Мына ерекше күні неке куәлігін алып, некемізді қиғанымызға біз өте қуаныштымыз. Және де бүгінгі күн біз үшін ең ерекше күндердің бірі деп өзім есептеймін. Шара соңында жұптар жарасқан жас отау иелеріне бейдәулет кәсіпкерлігі дайындаған кәде сыйлар ұсынылды. Одан соң аспанға ақ тілектер жазылған шарлар ұшырылып, ғашықтар ескерткішіне гүл шоқтарын қойысты. Жас жұбайлар вальс ырғағында тербеле би билеп естелік суреттерге түсті. Айша Жақсыберген, Серік Тәжібаев, Жеті Ньюс.